Қазақ жастарының салауатты, білімді болуына бар еңбегін жұмсаған ағартушы ұстаз, жазушы, этнограф Ыбырай Алтынсарин атамызға 180 жыл толды. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Қостанай облысының Торғай жерінде дүниеге келген. Шын аты Ибрахим. Ғалым, ағартушы, ұстаз, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Әкесінен жасай айырылған Ыбырайды атасы Балқожа-би тәрбиелейді. Ол Орынбор қаласында оқиды. Ол шекаралық комиссияның жанындағы мектепті алтын медальмен бітіреді. Ол онда орыс, араб, татар және парсы тілдерін жақсы меңгеріп шығады. Ыбырай Алтынсаринді балалар әдебиетінің атасы деп атайды. Кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар өлеңдері балаларды оқу білімге шақырды. Ыбырай Алтынсарин, ананың сүйі. Кім сендерді балалар сүйе тұғын? Қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйе тұғын. Түн ұйқысын төрт бөліп, кірпік қақпай, шешең байқұс дамалсы жүре тұғын. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп, ойнатып, сергітетін? Жалқа болсаң балалар, жаман болсаң, қамқоранан көз жасын көлдететін. Кім сендерді сағынар, шетке кетсең, ғылым іздеп тез қайтпай, көтке кетсең? Ұмытпа ең кімінде жұлдыз сайын, хат жазып тұр төбесі көкке жетсін. Кім сендерді сағынар, келгеніңше, құлындарын көзімен көргеніңше? Сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманым болмас ер өле өлгенше.